Ассалаумалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге стрипсидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осылай керемет болып шығады, дәмі де супер болып шығады. Жасап көріңіздер. Мен сияқты кетчуппен немесе өздеріңіз қаймақпен, чеснокпен бірге қосып соус жасасаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Стрипсиға тауық етін пайдаланамын. Тауық етін тазалап жуып аламыз да, одан кейін осылай видеодағыдай етіп, ұзынша етіп кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін дәміне қарай тұз, паприка, қызыл бұрыш қосамыз. Қатты ащы болған қаласаңыздар, қызыл бұрышты көбірек қосасыздар. Одан кейін зәйтүн майын қостым. Зәйтүн майы жоқ болса, сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді бізге осылай 3 ыдысқа ұн, жұмыртқа және панировочный сухари қажет болады. Жұмыртқамызды жақсылап осылай вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін тауық етімізді ұнға маламыз, одан кейін жұмыртқаға, содан кейін панировочный сухариға малып, барлығын солай дайындап алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін стрипсиді мен духовкада пісіремін, немесе стрипсиді майға қуырып алуға да болады. Осылай пергамент қағазын жайып аламыз да, барлығын осылай салып шығатын боламыз. Одан кейін духовкада 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Духовка пісіру себебім майлы көбіне зиян болғандықтан духовкада пісірем деп шештім. Стрипсиларымыз дайын болды, осылай қызарып, дәмді болып шығады. Және де стрипсилардың қасына қаймақпен чеснокты қосып, соус дайындап ұсынсаңыздар болады, немесе мен сияқты кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумалейкум.